Сәлем достар, баршаңызға арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен бірге қиярларымыз өте қытырлақ болып шығатын қысқа қытырлақ қиярларды маринадтаудың ең оңай әдісімен бөлісетін боламын. Менімен бірге болыңыздар және арнама жазылып, жандағы қоңырауша белгісін басып қойыңыздар. Ең алдымен қиярларымызды алып, осылай жақсылап салқын суменен 1-2 рет жуып алатын боламыз. Жақсылап жуып болған соң қиярларымыздың керек емес жерлерін, яғни 2 басын кесіп алып тастайтын боламыз. Барлық қиярларымызды дәл осылай кесіп шығамыз. Дайын болған қиярларымыздың үстіне салқын суды құйып 1,5-2 сағатқа қалдырып қоятын боламыз. Тәтті бұрыштарымызды да тазалап жуып аламыз. Банкаларымызды осылай паритетіп аламыз. Және үлкен ыдысқа суымызды құйып, қайнатып дайындап алатын боламыз. Міне мен барлығын дайындап алдым. Сарымсақ, укроп, хрен жапырақтары, тәтті бұрыштарымызды алып тазалап, банкілерімізді паритетіп алдым. Домалақ қара бұрыш, уксус, лавр жапырақтарын бәрін дайындап қойдым алдын ала. Және қақпақтарымызды осылай қайнап тұрған ыстық суға бір-бір салып алатын боламыз. Енді банкамызды алып жайғастыратын боламыз. Енді жуып алған қиярларымызды және бұрыштарымызды рет-ретімен салатын боламыз. Мен қазір 3 литрлік банкіге дайындап жатырмын. Өздеріңіз көріп тұрғандай. Укропымызды саламыз, хрен жапырақтарын, чесногымызды, лавр жапырағын, қара бұрышымызды және қиярларымызды осылай тығыздап салып шығатын боламыз. Міне осы аралықта суымыз осылай қатты қайнап тұрады. Қайнап тұрған суымызды банкаларымызға толтырып құйып шығатын боламыз. Барлық банкаларымызға құйып алдық. Қақпағын жауып 20 минутқа қалдырып қоямыз. Арада уақыт өткенде қиярларымыздың түрі өзгереді. Барлығын үлкен ыдысымызға барлық суын төгіп, қайтадан қайнатуға жібереміз. Енді суымыз қайнағанша банкаларымызға тұзын, қантын салатын боламыз. 3 литрлік банкамызға 1 ас қасық қант, 3 ас қасық ас тұзы және аспириннен 2 таблеткасын саламыз. Уксус менде 70%, 9% қоссаңыздар да болады. Барлығын осылай дайындап алдық. Ал егер 2 литрлік банка болса, 1 ас қасық қант, 2 ас қасық ас тұзы, аспириннен саламыз 2 штук және аздап уксус қосамыз. Міне суымыз қатты қайнап шықты. Дәл осы қайнап тұрған суымызды банкаларымыздың барлығына құйып, осылай банка жабатын құралымыздың көмегімен барлығын бір бағытқа айналдыра отырып жауып шығамыз. Жауып болған соң міндетті түрде осылай ары-бері 1-2 рет шайқап, тексеріп көріңіздер. Егер қақпағынан су ағып тұрмаса, өте жақсы жабылды деген сөз. Барлығын дәл осылай жауып алдым банкаларымды. Дайын болған банкаларымды ешқандай да төңкермейміз. Дәл осылай жылы ғып орап қалдырамыз. Арада 2 күн өткеннен кейін ашып қараймыз. Міне қиярларымыздың да түрі өзгерген. Ешқандай да атылған жоқ. Егер видео сіздерге пайдалы болса, лайк басып өз пікіріңізді
комментарий бөліміне жаза кетіңіздер. Назарларыңызға үлкен рахмет. Дәл осы әдіспенен жасап көріңіздер. Өте оңай әдіс және банкаларыңыз атылмайды. Келесі кездескенше сау болыңыздар.